Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер оқушылар. Бүгін біз қазақ тілден диктант жазамыз. Мен өзім орындаймын, бездеймен сіздерге өзім дайындап қойған диктантым бар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Менде өте жақсы. Сіздерде мысалы өте жақсы, көңіл күйлеріңіз жоқ болса, маған комментария жазып кетіңіздер. Онда біз диктантты бастаймыз. Айтпақшы оқушылар, диктант жазуға қойылатын талаптар: мұқият болыңыздар, таза жазыңыздар, тыныс белгілерін дұрыс қойыңыздар, зейін қоя тыңдау, қатесіз жазу, азат жолдан бастап жазу, дұрыс тасымалдау. Онда оқушылар, бүгін біз қазір диктант жазатын боламыз. Диктанттың тақырыбы мен қалай оқуға бардым. Менің бастаймыз. Азат жолдан жазамыз. Менің Әбіш деген құрдасым бар еді. Әкесі оны оқуға берді. Бір күні ойнайын деп бардым. Әбіш кітап оқып отыр екен. Тыңдасаң кітабыңды. Әбіш кітап оқып отыр екен. Тыңдасам кітабымда жұмбақ, мақал, өлең, басқа да жақсы сөздер көп екен. Оқу үйренсем, мен де сондай оқыр едім деп ойға қалдым. Үйге қайтып келдім. Оқуға барамын дедім. Әкем мен апам бұл ойымды ұнатты. Ертеңіне әкем мені оқуға апарып берді. Осы балалар, бұл жерде сіздерге мәтіннен тыңдаған мәтін бойынша бір-біріне сұрақ қоямыз. Бір-бірімізге сұрақ қоямыз осы мәтіннен. Мәтін неліктен 3 бөлікке бөлінген деп ойлайсыздар, балалар? Әр бөліктің тақырыбына анықтап, оларға ат қоямыз. Төменде сұрақтардың жауабын жаз дейді. Міне оқушылар, бұл жерде бізде берілген сұрақтар. Бірінші сұрақ: Әбіш маған кім болады? Екінші сұрақ: мені не қызықтырды? Үшінші сұрақ: мен не істедім? Бірінші сұраққа жауап берейік, балалар. Оқушылар, сіздерге уақыт берейін. 5 минут құрайды. Уақыт кетті. Оқушылар, кәне осы сұраққа жауап берейік. Оқушылар, 5 минут уақытта кетті. Қазір мен сіздерге кейбірлеріңіз білмеген оқушыларға айтатын боламын. Әбіш маған кім болады? Басында мен айтқан. Менің Әбіш деген құрдасым бар еді. Құрдасы болған екен. Әбіш маған кім болады дегенде құрдасым деп жазасыздар. Мені не қызықтырды? Мысалы, оқуды үйренгім, мысалы, кітап қызықтырды, мектеп қызықтырды, иә? Мен не істедім? Не істеді? Балалар, оқушылар, әрине үйге қайтып келді де, әкесі мен анасына айтты: мен мектепке барса болады деп сұрақ қояды. Иә, оқушылар? Осы сөздерге сұрақтарға жауап берген оқушылар жарайсыздар. Ал орташа екеуін біліп, біреуін білмей қалғандар жақсы. Ал үшіншісі талпын деп белгілеймін, ешқайсысын білмесеңіздер. Өзінің мектепке барған алғашқы күнін есінде ме? Ойынмен бөліс. Оқушылар, ойындарыңызбен бөлісіңіздер. Мысалы, мен оқуға барғанда маған өте қызық болды деген сияқты құрастырып айтсаңыздар болады. Оқушылар, түсінікті ме? Оқушылар, бүгінгі диктант сізге қызық болса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Немесе ұнамаса, бұл басқа диктантты көрсеңіздер болады. Оқушылар, бұл жерде диктант жазуға қойылатын талаптарды есте сақтап алыңыз. Сізге қазір диктантты көрсетемін. Оқушылар, міне мен айтқан диктант осы. Кейбір оқушылар, сіздер
Бұны білмесеңіздер, әр бөліктің тақырыбын анықтап алады ғой. Сондықтан мен осы мәтінді көрсетіп тұрмын. Оқушылар, бүгінгі диктант түсінікті болса, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, лайк пен подписаться етуді ұмытпаңыздар.